Ақылды робот Айрон. Сәлем, достар. Менің атым робот Айрон. Мен ғаламшарларды зерттеймін. Бүгін сендерге өте маңызды сұрақпен келдім. Сендер білесіңдер ме? Ауа болмаса не болады? Өз жауаптарыңды айтыңдар. Дұрыс, ауа тіршілік үшін ең маңызды нәрсе. Ауа адамдарға демалу үшін керек. Ауа жануарларға өмір сүру үшін керек. Ауа өсімдіктерге өсу үшін керек. Ауа қозғалады, жел соғады. Ауа болмаса, ешбір жан иесі өмір сүре алмайды. Роботтың тапсырмасы. Ал енді тапсырма. Мен сендерді тексергім келеді. Сұрақтарға жауап беріңдер. Ауаны көзбен көреміз бе? Ауаның бар екенін қалай дәлелдеуге болады? Ауа тіршілікке не үшін қажет? Керемет. Ал енді ауа болмаса әлем қандай болады? Деген тақырыпта сурет салыңдар. Мен ең жақсы суреттерді ауа қорғаушысы медалімен марапаттаймын. Бүгін сендер менімен бірге ауаның маңызын жақсы түсіндіңдер. Табиғатты қорғайық, ауаны таза ұстайық. Кездескенше, достар.